Сәлеметсіздер ме? Мен Тұрар Рысқұлов ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп-лицейінің география пәнінің мұғалімі Төреғалиева Гүлжайна Түгелбайқызы. Бүгінгі ұсынып отырған педагогикалық идеямның тақырыбы география сабағында инновациялық технологияларды пайдалана отырып оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту жолдары. Тақырыбымның өзектілігіне тоқтала кететін болсам, зерттеу нысаны әртүрлі дәрежедегі географиялық орта компоненттерінің өзара әрекеттесуі мен орналасу заңдылықтары болып табылады. Олардың ішінде ерекше аталатындар жаратылыстану география ғылымдар саласы, яғни топырақтану, климатология, географиялық қабықтану, гидрология, океанология және де тағы басқалар. Бұның ішіне қоғамдық бағытты да ала кетсек болады. Кейде география саласына географиялық картографияны да жеке ғылым ретінде бөліп қарастырады. Географиялық зерттеулердің басты міндеті табиғат ресурстары мен жағдайларын жан-жақты зерттеу, оларды тиімді пайдаланудың, өндіргіш күштерді орналастыру мен дамытудың, табиғатты қорғаудың немесе қалпына келтірудің ғылыми негіздері жасау. Зерттеу тақырыбы бойынша жазылған ой-пікірлерге психологиялық, педагогикалық, әдістемелік, ғылыми әдебиеттерге, мемлекеттік құжаттарға, оқулықтарға теориялық талдау жасау әдісі. Олардағы зерттеу мәселесіне қатысты негізгі ұғымдар әдісін қолдану арқылы табылады. Практикалық маңызы. Зерттеу барысында алынған материалдар, оқу бағдарламалық құжаттар даярлауда, интегративті курстар мен әдістемелік құралдар әзірлеуде, сондай-ақ жоғары оқу орындарында студенттерге арнайы курстар оқу барысында пайдалы болмақ. Зерттеу жұмысы кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан және де пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Заман алға жылжып, қоғам өзгерген сайын жаңа мазмұнды оқу жүйесін қалыптастыру өмір талабы болып табылады. Сондықтан да қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан пайдалану жолдары түрлі ынталы бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашады. Осы орайда ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекеттің ғылыми практикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Орта мектептегі оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырудың негіздері болып табылады. Жалпы танымдық қабілет дегеніміз бұл біз үшін маңызды себептердің бірі, яғни оның әрекеті өте маңызды болып табылады. Танымдық оқу жұмысы әсерімен әлсіз оқушылардың да нәтижесі көрінеді. Білім беруде оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру екі негізгі арна бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бірі, оқу пәндерінің мазмұны өсу мүмкіндікті, ал екіншісі оқушылардың танымдық қызметін белгілі бір бағытта ұйымдастыру болып отыр. Оқушылар үшін танымдық қабілеттің мәні бұл әдемі әлем туралы жаңа білім. Міне сондықтан оқу материалының мазмұнын терең ойластырылған іріктеу, ғылыми білімдегі байлықты көрсету, оқуға деген қабілетті қалыптастырудың маңызды буыны болып отыр. География сабағында оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту, яғни бұл жерде оқушының
бойындағы танымдық қызығушылығын арттыру мақсатында негізгі оқудың 3 модулін алсақ болады. Оларға тоқтала кететін болсақ, ой шақыру, мәнін ұғыну, келесі ой толғау. Әрбір мұғалімнің шығармашылық жұмысы белгілі бір мақсатты көздейтіні сөзсіз. Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырудағы негізгі мақсат олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Ал бұл мақсатқа жету оқытудың көптеген міндеттерін шешуге мүмкіндік береді. Яғни, жаңа материалды берік және түсініп оқуына, білімнің өз бетімен оқып толықтыруға, жоғары оқу орындарына жақсы дайындалған талапкерлерді беруге, сол талапкерлерді дайындаған мамандықты шығармашылығын игеруге мүмкіндік береді. Психологиялық, педагогикалық зерттеулердің көрсетуі бойынша белсенділіктің бірнеше деңгейін атап көрсетсек болады. Оған тоқталатын болсақ, бірінші, көшірмелі еліктеу белсенділігі, келесі, ізденгіштік орындаушылық белсенділігі, келесі, шығармашылық белсенділігіне тоқтала кетсек болады. Академик Баранский өзінің оқу-тәрбие процесін оптималандыру деген еңбегінде танымдық әдістерді мынандай екі топқа бөліп жинақтады. Біріншісі, оқушылардың оқу-таным қызметтерін ұйымдастыру әдістері. Келесі, оқу-танымдық қызметінің тиімділігін бақылау әдісі деп бөліп қарастырды. Яғни бұл жерде әр топ бірнеше әдіс тәсілдерден тұрады. Оларға тоқтала кететін болсақ, ауызша баяндау әдісі, яғни бұның үшін әңгіме, түсіндіру, лекция, ауызша баяндау, құр жалаң сөз болмауы қажет. Бұл жерде сабақты түсіндіргенде Шаталов әдісі бойынша тірек сызбаларды қолдану, сызу, Вен диаграммасы бойынша салыстырмалы түрде сипаттама жазу әдісі, бұның барлығы ауызша баяндау әдісіне кіреді. Келесі, көрнекілік әдісі, яғни табиғат құбылыстарын тікелей бақылау, көрнекі құралдар немесе иллюстрациялармен, картамен жұмыс, көрнекілік сабақтың танымдық құндылығын арттырады. Көзбен көріп, қолмен ұстап деген сияқты әр сабақты картамен жұмыс жасау арқылы түрлендіруімізге болады. Яғни картамен жұмыс жасаған сайын баланың ойлау қабілеті, көзбен көру, жаттау әдісі одан әрі дами бастайды. Келесі әдіс сарамандық жұмыстар әдісі, яғни тақырыптық карталарды салыстыру, статистикалық мәліметтерді өңдеу, географиялық әдебиеттермен, хрестоматиямен жұмыс, географиялық дәптерлермен жұмыс, бұның барлығын сарамандық жұмыстар әдісіне кіргізе аламыз. Географиялық білім берудің басты құралы сабақтың мазмұны еш уақытта төмендемек емес. Керісінше, оқушының өздігінен білім беру, білім алу мүмкіндігін жүйелі әрі сапалы деңгейге көтеру. Яғни бұның шарттарын негізгі педагогикалық шарт бойынша көрсетуімізге болады. Жалпы бүгінгі идеямның тақырыпты қорытындылай келе, ой еңбегінің танымдық белсенділігі мен мәдениетінің дамудың негізгі маңызы болып табылады. Бүгінгі таңда білім беретін мектептердің міндеті өзінің талантын танып, немесе оны таныта алатын жан-жақты тұлға қалыптастыру. Ол үшін ең алдымен оқушылардың танымдық іс-әрекеттерінің маңызды жақтарын көптеп көңіл аударуымыз қажет. Танымдық белсенділік мәселелер сұрақ, берілген тапсырмаларды талдау, салыстыру, жинақтау, ғылыми болжам жасау арқылы туындайды. Жалпы балалардың сабақта өздерінің деңгейін көтеру мақсатында әртүрлі әдіс-тәсілдер қолданып, танымдық қабілеттерін арттыруды көздейміз.
назар қойып тыңдағандарыңызға